Қазір қазақ тілі сабағы бүгін 10 ақпан сабағымыздың тақырыбы септік жалғауының емінесі. Сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бағалау критерийі, балалар, сендердің жұмыстарының әр бөлімі бағаланып отырады. Соның бірі мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады, аудио, бейне жазба мазмұнына пікір білдіреді, көркем жазады, жазу техникасын сақтайды. Бұл сендерге бағалау критерийі. Балалар, ойға кім жылдам ойна жіберейік, кім жылдам? Миға шабуыл жасап алайық. Біз қай мемлекетте тұрамыз? Біз Қазақстан мемлекетінде тұрамыз. Біздің ұлтымыз қай ұлт? Біздің ұлтымыз қазақ. Біздің мемлекеттік тіл қай тіл? Біздің мемлекеттік тіл қазақ тілі. Жер көлемі жағынан Қазақстан дүние жүзінде нешінші орын алады? Жер көлемі бойынша Қазақстан 9-ші орын алады. Қазақстанның жерінің көлемі қанша? 2,724 миллион километр квадрат. Дұрыс айтасың. Қазақстанның халқының саны қанша? Қазақстанның саны 19 миллион. Қазақстанда қанша ұлт өкілі тұрады? Қазақстанда 14 ұлт өкілі тұрады. Үш маңызды. Ой. Қан көмектесіп жіберейік? Қазақстанда 130 ұлт өкілі тұрады. Керемет, жарайсың. Қазақстанда қанша облыс, қанша маңызды қала? Енді айтамын. Қазақстанда 14 облыс бар, 3 маңызды қала бар. Қандай? Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент. Балалар, осы қалаларға саяхат жасағыларың келе ма? Қан отырайық. 3 қалаға саяхат жасамай тұрып, үй тапсырмамызды тексеріп алайық. Үй тапсырмасы. 71-ші жаттығу, дескрипторын кім оқиды? Оқышы, Нұрбол. Иқазына лайық сөзді табалы, орнына қояды, өлеңді көшіріп жазады. Орындап келдік па? Тексеріңдерші. Жазым пастыларыңды алыңдар. Үй тапсырмасын тақтадағы өздерін тексеріп шығыңдар. Қалай орындап келдің, аңы еді? Оқи қойшы қаны. Тұмсығы мен шымшық, құрт тереді шымшық, сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір бұлақ. Қай сөзді қойдың сен орнына? Қағы бұлақ. Қай сөзді қойдың? Бұлақ, шымшық екі сөзді орнына қойып, дескрипторды орындады. Ұйқасына лайық сөзді тапты, орнына қойды, өлеңді көшіріп жазды. Толық орындадық па? Жақсы. Бірінші. Көлікпен барамыз ғой топқа шығу үшін, жақын болған екен бізге. Шымкент жақын болған екен. Мына көлікке отырамыз, жабылып қазір. Екіншіміз Нұр-Сұлтан алыс болған екен. Ұшақпен ұшамыз саяхатқа. Одан кейінгі тобымыз қай жаққа барамыз? Алматыға. Пойызбен барамыз. Серуенге дайынсыз ба топ саяхатқа? Балалар, топтың бізде ережесі бар. Бір-бірін тыңдау, белсенді қатысу, нақты дәл жауап беру, уақытты үнемдеу. Және топтың өзінің топ басшысы болады. Қай жерде болсын тәртіп керек, балалар, көліктің іші болсын, ұшақтың іші болсын, сыныптың іші болсын, ол тәртіпке бағыну керек. Топ басшысы бұл топтан. Таныстыршы, кім ол? Өздерің сияқты саяхатпен кеп атқан, ұшақпен кеп атыр бұлар.
хат бар екен. Бұл енді сөйтіп жақсы, бірінші топ. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар. Мына сұрақтарға жауап беріп, сыйлықтарымды алыңдар. Әңгіме құрастыру. Шымкент менің сүйікті қалам. Шымкент сүйікті қала. Менің сүйікті қалам Шымкент. Шымкентте бірнеше завод, фабрика, өндірістік орындар бар. Қаланың орталығында бірнеше тарихи мүсіндер қала көркіне көрік қосып тұр. Атап айтқанда, Абай саябағында Абай Құнанбаевтың мүсіні және ұлы сөзгер композитордың құрметіне салынған Шәмші Қалдаяковтың мүсіні және Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлердің құрметіне салынған ескерткіш тастар бар. Мен шырайлы шын қалам. Екінші, саяхатымыз аяқталғаннан кейін келе ғой. Демалуға дүкендерге кіріп көрейік, иә? Нұрсұлтан дүкеніне кірейік. Құрметті қонақтар, мына тапсырмаларды орындай алсаңыздар, сыйлықтар сіздердікі. Диалог құрастыру, Нұрсұлтан қаласы туралы. Диалог құрастыру дейді бірінші тапсырмасы. Ал көрейік диалогтарын. Тақырыбы Астана туралы болу керек. Сәлем Данияр, қалың қалай, жазғы демалысты қайда өткіздің? Сәлем Ғаниза, жақсы, жазғы демалысымда ауылға барып атам мен әжеме қолғанат болып қайттым. Ал сен жазғы демалысыңды қай жерде өткіздің? Мен жазда Астанаға барып келдім. Көрікті жерлерін көріп Қаншатарда қыдырып қайттым. Астана бас қала. Астанада ең басты көрікті жері ол Бәйтерек монументі. Ал Қаншатарға барсаң, ол жерден шыққың да келмейді. Бір сөзбен айтқанда Астана тамаша қала. Жақсы, сау бол. Сау бол. Алматымды сөзін морфологиялық талдау жаса. Иә, Алматымды сөзін морфологиялық талдау жасаны үшінші қатар. Так, балалар, жазамыз. Үш жаттығуды жазып аламыз. Фонетикалық талдау. Мерей оқы. Ескерткіш. 9 әріп 9 дыбыс, 6 дауыссыз, 3 дауысты, 3 буын, ескерткіш. 9 әріп ескерткіш сөзінде. 9 дыбыс, 6-ауы дауыссыз, 3-еуі дауысты, 3 буын, ескерткіш. Мерге оны қоямыз. Е дауысты жіңішке, С дауыссыз қатан, К дауыссыз қатан, Е дауысты жіңішке, Р дауыссыз үнді, Т дауыссыз қатан, К дауыссыз қатан, Э дауысты жіңішке, Ш дауыссыз қатан. Дұрыс тапсырмам жақсы. Так, көркем жазамыз. Әріптер дұрыс жазамыз. Каллиграфия, әдемі жазамыз. Таза, сұлу болсын. Көліктерімізге отырамыз да, сыныпқа қайтадан келеміз. Қан орнымыздан тұрайықшы. Бір жаттығу жасап жүрейік. Ата қолы таң атып, түтін терге шығады. Қарлы ғаштар қанатын, қағып ұшады. Адамды табиғатта адамнан бөліп қарауға болмайды. Табиғаттың жері мен суы, орманы мен тасы, жануарлар мен өсімдіктері адам үшін тіршілік етудің басты көзі болып табылады. Сондықтан табиғатты туған анандай көріп, мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырады. Мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтарға жауап береді. Кейін сұрақтар құрастырамыз ка? Мәтінге құрастыралым. Табиғатта аяғымызда қандай апатты жағдайлар болуы мүмкін? Егер табиғатта аяғымызда табиғат экологиялық апатты жағдайға ұшырайды. Егер табиғаттан алатын қазба байлықтарды дұрыс пайдаланбаса не болуы мүмкін? Егер табиғаттан алатын қазба байлықтарды дұрыс пайдаланбаса сарқылуы мүмкін. Сарқылуы мүмкін. Ондан кейін тақым құрастыралым. Адамзат баласы табиғатсыз өмір сүре ала ма? Біз жаттығуды ашамыз. Так, 75-ші жаттығу. Дескриптері бұның жұмбақты мәнерлеп оқиды, септелген зат есімдерді табады, я? Так, кім оқиды бірінші жаттығуды? Ғаниза оқышы. 2 шекар далада, ауылды жалғар қалаға, қаланы жалғар ауылға, 2 шектен бұлай кейін, жауында да дауылда. Я, жауабы не бұның? Көзің айтасың ба? Темір жол, яғни рельс деп те атай береді. Так, жазамыз, я. Толықтырып жазу еді. Я, дұрыс, жақсы.
Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Қайнысы? Ішек, атау септік. Дала түбірі да жат септігін жалғауы. Ауыл түбірі ды тап септігін жалғауы. Қала түбірі ға бар септігін жалғауы. Қала түбірі ға тап септігін жалғауы. Ауыл түбірі ға бар септігін жалғауы. Ішек түбірі пен көмектес септігін жалғауы. Ел атау септік. Жауын түбірі да жат септігін жалғауы. Дауыл түбірі да жат септігін жалғауы. Дұрыс, жақсы. Керемет, отыра ғой. Так, бірінші, жалғауы жоқ септікті тап. Бірдің асы, екінің б-сы деп кете береміз, балалар. Тез-тез. Тез-тез, балалар. Жасыл пастымен. Жақсы. 5-6 балл болатын болса, онда әлі де жұмыс жасауымыз керек. Так, енді балалар. Болды па бағыттан өздерін бағалатындар ма? Енді, құралай, қорытындылашы, біз не өттік? Септік жалғаулары дегеніміз не? Сөйлемдегі сөздерді бір-бірге байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулары дейміз. Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жағыс септік, шығыс септік, көмектес септік. Дұрыс айтасыз. Үйге 79-шы жаттығу. 79-шы жаттығу. Осыны үйге алайық. Күнделікке жазып аламыз. 79-шы жазып аламыз. Аптаның қай күні болады еді? Ертең? Жұмасы. 5-ші күні болады, иә. 79-шы жаттығу үйге. 79-шы жаттығу үйге. 37-ші бет. 37-ші бет. Балалар, бүгін сабақ ұнады ма? Иә. Жазыңдар сөз ойларыңды. Иә, секілде жазамыз. Саяхатын бар ма, балалар? Егер де жазып болсаңдар, келіп, ақылды үкіме іліп кете беруге болады. Өз ойларыңды. Тәртіппен. Тәртіппен болады. Сабақ баттыр ма? Балалар, септіктердің жалғауы сөз бен сөзді байланыстырады екен. Сөздің мағынасын өзгертпейді екен. 7 септікті маған мысалға. Бор дегенді кім септеп береді? Бор дегенді. Бор дегенді тағы да. Райза көш, бор. Септеп берші. Атау септік не бор, ілік септік ненің бордың, барыс септік неге борға, табыс септік нені борды, жатыс септік неде борда, шығыс септік неден бордан, көмектес септік немен бормен. Керемет. Тағы да, бар ма? Жақсы. Келесі сабақта үйге қай тапсырманы орындап береміз? 7-ші сабақты